Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі керемет болып шығатын дәл осындай гречканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер де видео қызық болса, соңына дейін қарап, жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен қызып тұрған майымызға ұсақтап туралған пиязымызды салып, оның үстінен картопымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Оның үстінен томат пастамызды салып, және осылай аздаған бір кеседей қара құмық, яғни гречкамыз жақсылап жуып, осылай үстінен салып алатын боламыз. Енді кішкене қуырғаннан кейін татымына қарап аздаған тұзымызды өз қалауларыңыз бойынша достар ет салып істесеңіздер болады. Мен бірақ өзім етті онша ұнатпаймын бұндай тамақ жасаған кезде, сондықтан да ет қоспадым. Содан кейін кішкене қуырып алғаннан кейін үстінен аздап суымызды құйып, қақпағын жауып бұқтырып қоятын боламыз. 10 минут шамасында, 15 минут шамасында өзі бұрқылдап қайнап, дәл осылай суы тартылады. Енді осы тамағымызды кішкене араластырып, тағы да бетін жауып 5 минуттай уақытқа астын өшіріп қойып қоятын боламыз. Өзінің буымен одан сайын дәмді болып піседі достар. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып дайын болып шықты. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, пісіру жолын жасап көрген болсаңыздар, міндетті түрде видеоны жоғалтылмас үшін каналыма подписка жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Біздің тамағымыз дайын. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша укроп, пияз сеуіп, отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаған болса каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.